Ардақты әлеумет, ертең жексенбі 7 қыркүйек түскі сағат 12-де Қытайдан келетін Қуат пен Жайнаны жұбай жолаушыны Алматыда күтіп алатын мекен-жай белгілі болды. Еламан 207 Кенжеақа мен Қонаевқа бұрылатын жол торабында. Өткен хабарда халық арена жақ көне Құлжа жолы деп ойлағанбыз. Оған атты жолаушылар мен көшпенді дәстүрімізді және ережеге сай орын өзгертілді. Осыдан нақты хабар табыңыздар. Алматының көше жол кептелісін білесіздер. Сондықтан да ерте қозғалыңыздар. Атпен келетін кісілер сіздерге жолдың ыңғайы белгілі. Ал көлікпен келетін кісілер 1-2 сағат кептеліске ұшырап қалмау үшін халық аренадан 19 км алыстықтағы осы Еламан 207-ге ерте сағат 12-ден бұрын келіп алыңыздар. Түскі сағат 1-де ұлттық телеарнаның тілшілері келіп, Қуат пен Жайнадан сұхбат алып, көрініске түсіреді. Уақыт пен мекен-жайдан хабар тапсаңыздар, қанымызды қыздырып, делебемізді қоздыратын мына тарихқа жүгінейік. Сондықтан да сіздерді ертең Алматы төрінде күтіп аламыз. Өйткені атам қазақ Алтайдан Атырауға, Арқадан Алатауға дейінгі кең байтақ даламызды, Ертіс Емілден Еділ Жайыққа дейінгі, Іле Жетісудан Есіл Нұраға дейінгі қымбат байлығымызды келесі ұрпаққа не үшін қалдырды? Бүгін біз нені тойлаймыз, нені ардақ тұтамыз? Ертең көшпенді өмірдің картинасы көрсетіледі. Қазақ еліне өзге түкпірден келіп жатқан бауырластар, қандастар қара шаңыраққа неге жиналып жатыр? Осының бәріне куә боласыздар. Біздегі дәстүр, мәдениет, құндылық бәрі бір жерге тоғысады. Рухани қала Алматы Астанаға жұбай жолаушыны аттандырады. Ақ батасын беріп, шашуын шашып. Біз күтіп алуға бармыз елорда. Сондықтан да Алматыға арнайы шақырып отырмыз. Еламан 207 сіздерді қуанышпен қарсы алады. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек дерек, мен Қанатбек Ермек.